Ал 1, 2, 3. Қалайсыздар достар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің тұрақты көрермендерім. Мен сіздерді өте қатты сағындым. Осындай разговорный влогтарды түсіруге қатты асық болдым ендеше. Қош келдіңіздер. Сіздер маған әзірге лайк басып, тіркеліп, бұйырса жақсы комментарияларыңызды дайындап отырыңыздар. Мен бұл видеоны еш монтаждамай, қалай бар, солай салғым кеп тұр. Неге? Себебі мен бүгін сіздермен бір-екі жаттығумен бөлісемін, және де алда қандай жоспарларымыз бар, жалпы біздің мектеп туралы айтып өтетін боламын. Назарларыңыз менде болсын. Мен сіздерді өте қатты сағындым, болашақ актерларым. Сіздер менің де осындай сөйлеп түсіретін видеоларымды сағындыңыздар деп ойлаймын. Осы 2023-тен бастап влог түсіріп келе жатырмын. Өзім студент болғаннан бастап. Қазір мен студент емеспін. Қазір апайларың магистрант. Жүргенов өнер академиясында магистратураға грантқа түстім. Яғни мен дипломированный сондай педагог, бұйырса иншалла мастер болам. Яғни маған келген, біздің мектепке келген любой оқушы смело бізге келетін болады, потому что мен уже дипломированный педагог болам. Актриса театра и кино болған бір бөлек әңгіме, ал оның үстіне сен как педагог ретінде, ұстаз ретінде, ол вообще үлкен потолок. Осындай жаңалықтар менде достар. Алдыңғы жылы, мысалы 2025 жылы 60 шақты оқушымыз біздің мектепте оқыса, биыл бізде 60-тан да өте көп. Сіздерге секретпен айтайын, бізде биыл 100-ден аса оқушы оқып бітіріп жатыр. Это вообще рекорд, классно. Үшінші курста бүйтіп влог түсірген қыздың қайдан білсін, мен өзім де білмедім. Бүйтіп мектеп ашып, танылып, Қазақстанға танымал болып кететінді мен мүлдем ұйықтасам түсіме кірмепті. Сол бастапқы жаңалықтармен бөлісе кетейін. Сол екінші курс оқып жатыр менің сүйікті қыздарым, міне бірінші курс оқып жатыр. Енді жаймен тәй басып өнер ордасына оқуға түсетін оқушыларымыз да жаймен деп қанаттарын қатайтып келе жатыр. Шабыт, Жүргенов, Тұран, Жүргенов колледжі, РЦК колледжі, Оралдағы біздің Батыс университеті, және де Шымкентте Мұхтар Әуезов университеті, Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи атындағы өнер ордасы бар, және де көп Петропавлда, Қызылжарда, Ақтөбеде Тарлан колледжі. Енді өнер ордаларының сандары өте көп достар. Егер де сіздер өнер саласында бой көтергілеріңіз келсе, өзіңізді бір іштей бір болады ғой, ұйқы бермейтін бір талант, күндіз-түні бір шабыттандырып, арқаларыңыз қозып, бір ән айтқыларыңыз келіп, би билеп, поэзия оқитын бір іштей желанияларыңыз оянып жүрсе, бұл не деген сөз? Бұл сіздердің тегін емес, бір бойларыңызда бір таланттарыңыздың бар екенін айқындайтын, бұл белгіні бейжай қалдырмай, қалайда болса бір курстарға, өнер мектептеріне бізге келіп дайындалып, өзіңіздің кей қабілеттеріңізді ашу керек деген сөз. Жақсы, бүгін балалар осындай кішігірім разговорный видео, және де осы видеоның соңында сіздерге міндетті түрде демге арналған жаттығулардың бір-екеуін көрсететін болам. Сосын сіздер сол жаттығуларды күнделікті түрде жасап жүріңіздер, жарай ма? Бұл біздің видеоның бірінші часті, екінші часть болады, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кете береді. Бұл видеолар көбіне тегін сабақ ретінде, осы ютубта сақталатын, сахна тіліне байланысты мына дауыс аппараттарын мықты қылуға, күшейтуге арналған жаттығулар беретін боламын. Түсінікті, иә? Ал енді бізге дауыс күші, дикция, дем неге маңызды? Осы сұрақтарға сіздерге жауап бере кетейін. Сахна тілі деген пән бар. Актерлық шеберлікпен бірге қатарласып жүреді. Мысалы, Ресейде, ГИТСте, ВГИКте, МХАТта көбіне актерлық шеберлік
екке қабаттасып сабақтасып жүретін, ол қабаттасып дегенше сабақтасып жүретін, ол сахна тілі пәні. Сценическая речь. Орыстар сахна тіліне өте щепетильно қарайды. Неге? Олар үшін орысша драматургияны сөйлеу үшін әр әріптерін, мысалы Вахтангов театры, әр әріпін сөйлеп тұрып, әр буквасыменен осылай дикцияларын қатты ұстанады. Ал қазақстандық мектепте, қазақстандық театр өнер мектебінде сахна тілі қабаттасып бірге жүреді. Алайда кейбір тұстары қазіргі таңда мысалы ақсандап тұр. Бұл факт. Ал өнерге оқу ордасына түскенде сіздердің басты комиссия мүшелерінің қоятын талаптары және шарттары сіздердің тілдеріңіздің тазалығы. Тіл тазалығы деген не? Білесіздер, әр әріпті дұрыс, анық айту, с, ш, р, л, осындай әріптерді анық айту керек. Мысалы, менімен бірге қазір әр әріпті айтып көріңіздер. С, з. Тыңдаңыз. С, з, ол с болып естілмеу керек. С, з деп, немесе. Егер с, з болып естілсе, значит, сізде тілде дефект бар деген сөз. Немесе р әрпін ұзақ айта алмасаңыз, бұл да бір белгі. Яғни сізге логопедке барып, міндетті түрде егерде оқуға түсуге жылдар бар болса, сол логопедпен жұмыс жасап алған дұрыс. Жаңғақ, аңшы. Қазіргі таңда көбісі жастар әрпін мүлде айтпайды. Бұл үлкен проблема. Білмейміз, бұл әрпі неге айтылмайды. Мүмкін ол семьяда мүмкін әрпін қолданбайтын шығар. Ол слуховой аппарат барлығын қабылдай береді. Мүмкін сол себеп, немесе қасында мұғалімі дұрыс болмаған шығар мектепте, немесе достары әрпін айтпайды шығар, немесе орысша сөйлеп өскен бала шығар. Соның бәрі қандай да бір факторлар біздің слуховой аппаратымызға әсер етіп, тілге қарай өз септігін, әсерін тигізеді. Сол себептен егер сіз өмір бақи орысша сөйлеп жүрсеңіз, міндетті түрде қазақша сөйлеңіз, акценттерден арылыңыз, таза, өте таза қазақша сөйлеуге тырысыңыз. Түсінікті. Егер де тіліңізде мүлдем проблема жоқ болса, әр әріпті өте таза айтсаңыз, сіз ең алдымен мүсін түзулігінен сабақты бастайтын боласыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, достар, мүсін түзулігі. Мүсін түзулігі орысша айтқанда жалпы осанка. Осанка актер үшін не үшін қажет? Жалпы талапкерге осанканың не пайдасы бар? Осы сұрақтарға жауап ретінде комментарий жазып кетіңіздер. Мен бәрін оқимын. Өте белсенді деген оқушыларды мен өзіме белгілеп, түртіп, аттарын жаттап жүретін қасиетім бар. WhatsApp-ыма шыққан кезде, мына бала менде ютубта белсенді деп сразу галочкамен миымен қойып отырамын. Сонымен мүсін түзулігі, яғни түсінікті, осанканы дұрыс түзу ұстау. Осанкамыз осылай күжірейген болмау керек, бас былай кетіп қалмау керек, иық төмен түспеу керек, қарын алдыға қарай кетіп, жамбас чөт алдыға кетіп, осылай жүруге болмайды. Міндетті түрде иығымызды артқа қайырып, жауырын бар ғой екі жауырынды төмен қарай түсіреміз. Ал жамбасымыз қатты былай артқа шығып кетуі болмайды, яғни бұл жамбасты ішке қарай алып кіреміз. Қане менімен бірге тұрып, осы жаттығуларды бірге жасаңыздар. Иық түсіңкі. Бірінші әдейілеп осанкамызды түсіреміз. Яғни специально делаем зажим, как бы, да? Иық түсіңкі, бас түсіңкі, іш алдыға қарай шығып кеткен. Енді бір деген кезде дем аламыз да, екі деген кезде демді шығарып, осанкамызды түзулейміз. Былай болады. Бір и екі. Понятно, Қайтадан. И бір, и екі. Осы тұрғыда, мен микрофонды осы істеп алайын. Осы кезде қол замок, замок төменге қараған, тартыс күші төменге қарай бағытталған. Қайтадан иығымызды түсіреміз. Бір, демаламыз. Екі. Көрініп тұр, сіздерде қол төменге қараған, мынау қатты,
направление төмен қарай и екі жаққа қарай мына қол былай кеткісі келіп тұрғандай бір қарама қарсы күш береміз. Осы положенияда мына екі жауырын төмен қарай тартылу керек. Тіпті мына жауырындарыңыз мына жері удай ашуы керек. Біз қазір енді телефон заманы, барымыз соткаға былай кетіп қаламыз, автобуста да былай отырамыз, кітап оқығанда, ноутбук қарағанда да бәріміз былай отырамыз. Сол себептен мектепте жүрсеңіздер де, көшеде жүрсеңіздер де, всегда плечи назад, осанкаңызды бақылап жүреміз. Жарайды? Келістік. Осанка актерлық шеберлікте не үшін қажет? Кейбір біздің ұстазымыз айтатын, осанканы алып тастап, осанкасы жоқ рөлді ойнау ол өте оңай. Ал осанкасы бар аристократ, сондай ақсүйек, бір патшаларды, бір военный адамдарды ойнау ол өте қиын деп. Сол себептен де достар, егерде болашақта актерлық амплуаңызды көбейткілеріңіз келсе, бір даныңызды жақсартқыңыз келсе, осанка, мүсін түзулігі өте маңызды. Енді қараңыздар, мүсін түзулігі бар делік. Енді мүсін түзулігі болғаннан кейін, мына біз бит тұрған диафрагмамыз не істеді? Ашылды, Және сол диафрагмамен, уже диафрагма деген көгет, қазақша көгет, мына жерге фотоларын қойып кетуге тырысамын, егерде тапсам, немесе төменде комментарий фотосын қалдырып кетемін. Көгет демалған кезде ашылады, демалған кезде жабылады. Қане, бірге демаламыз. Демді былай алмаймыз. Яғни өкпені көтеріп алмаймыз, иықты көтермейміз. Деп демалуға болмайды. Қалай демаламыз? Міндетті түрде ішпен. Егерде қиын болып жатырса, немесе керісінше демалып жатсаңыздар, жерге жатып, үстеріңізге кітап қойып, бір 5-6 кітапты қойып, сол кітапты көтеріп, түсіріп, бақылап көріңіздер. Мысалы, жерде тіке жатырсыздар, Міне, 1, 2, 2, да? Понятно. Яғни, мына іш демалған кезде үрледі, дем шығарған кезде кері кетеді. Қане, менімен бірге қайталап көріңіздер. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Енді демді 2 бөліп шығарып көрек, 1, 2. Солай 3 рет, 4 рет. Яғни көбейте беруге болады. Бүгінге сабақ түсінікті деп ойлаймын, яғни актер болу үшін. Өнер университеттеріне, өнер академиясына, институтына, барлық өнер ордаларына оқуға түсу үшін ең алдымен достар осанкамызды, мүсін түзулігін істейміз, қолға аламыз. Күжіреп, бүйтіп, самасы атын бірдеңе, сол актер болайын деп келген деп бітсеңіздер, сіз өздеріңізді как бы мәдени тұрғыда көрсете алмайтын боласыздар. Сол себептен де болашақ актер, болашақ актриса ретінде мүсін түзулігін қолға алып, өзіңізді сенімді, уверенно, иықтарыңызды көтеріп, бастарыңызды көтеріп барғандарыңыз дұрыс болады. Бұл ощущение сіздерге бір сенімділік, бір опора, іштей бір нық үміт сыйлайды. Сол себептен де бүгіннен бастап өзіңіздің осанкаңызды мықтылап тұрып қадағалаңыздар. Кейбір кезде осанка түсіріп те ойнайтын жерлер болады, маймыл, шимпанзе, но основном осанканы ұстап жүруге тырысыңыздар. Бұл өте қажет бір пункт актер үшін. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды, достар. Келесі шығарылымды міндетті түрде күтіңіздер. Мені қолдап, біздің мектепті қолдап, маған мотивация болсын, маған шабыт алып келу үшін комментарийге өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазыңыздар. Осындай шығарылымдар сіздерге қажет болса, тегін сабақтар қызықтырса, осылай видеолар түсіріп тұруге тырысамын, уәде беремін, сөзімді тұрамын. Жалпы бізбен бірге дайындалғыларыңыз келсе, әрине актерлық шеберліктен 9-шы сыныпта, 11-шы сыныпта, тіпті 10-шы сыныпта оқысаңыз,
бізбен бірге дайындалып, болашақта өнер ордаларына грантқа түсуге бізбен бірге қазірден бастап мықтылап тұрып дайындалыңыздар. Все, рахмет достар, сау болыңыздар, екінші частьті күтіңіздер. Ал үшін колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар, жарай ма? Пока-пока.